Сәлеметсіздер ме? Бүгін тәжірибе алаңында Балдәурен Мөңгөзөй балабақшасының тәрбиешісі мен Анарбай Алтынай Қалмағанбетқызы және балалар, бүгін біз жұмыртқамен тәжірибе жасаймыз. Ол үшін бізге қандай заттар керек екен? Стакандары бір сулар, жұмыртқа, бір қасық және су және ас тұзы. Бірінші стақанымыздағы суға жұмыртқа салып көрейікші, Таңерке. Нені байқадық балалар? Жұмыртқамыз не істеді? Стақанның түбіне түсті. Дұрыс, жақсы. Екінші стақандағы суға бір ас қасық тұз салайық. Араластырамыз. Араластыра қоятын. Әмірхан. Әбден араластырып аламыз. Екінші жұмыртқамызды салайық. Жәнерге сала қой. Екінші жұмыртқаны байқайық. Балалар, қараңдаршы, қандай болыс болды? Байқайық. Жұмыртқамыз не істеді? Түбіне түспеді. Түспеді. Бетінде қалқып тұр ма? Бетінде қалқып жүр, е? Жақсы. Ал енді үшінші стақанымызға қанем 3 қасық тұз салып көрейік, иә? Бір қасық санап сала қой. 2 қасық. Сала қой, толтыр. 3 қасық. 4 қасық тұз саламыз. Үшінші стақанымызға. Араластырамыз. Ақырын Кәлекемен араластырып көмектесейін. Жақсылап араластырамыз. Үшінші стақанымызды. Тұзымыз әбден ерігенше. Ал ендеше үшінші стақанға жұмыртқамызды салайық, Таңерке. Байқайық. Не байқадық балалар? Жұмыртқа батпады, иә? Не істеп тұр? Бетінде қалқып тұр, иә? Қалқып тұр. Ал балалар, қараңдаршы, осы қалқып тұрған жұмыртқаның бетіне тағы мен ақыры ғана су құяйын. Ал енді қараңдаршы, байқайық. Жұмыртқа не істеді? Ортасында қалқып жүр, иә? Дұрыс айтасыздар балалар, өте қызықты екен балалар. Иә. Ал балалар, бір айта кететін жай, біз бұл тәжірибемізге